Көптеген сондай сөздер бар. Мықты қарилар кезінде мен естіген, біздің ұстазымыз айтып беретін. Өзбекстанда кезінде Құран жаттадық. Сол кездерде бір кісі айтып береді, бір жігіт, енді бір сол кезде мода болды, жұрттың барлығы ваххабизмге кіре бастады. Адам өзі жас болғаннан кейін анау необычный дейді ғой, ерекше нәрсені жақсы көреді ғой. Ұстаздарының күніге жасап жатқаны саған қызық емес, жаңа жоғарыда айтқандай ғой, құнсызданады да. Күніге жасап, күніге айтып жүрген сөздері саған қызық емес, саған сырттан импортный нәрсе қызық та. Біреу келді да, мен саған пассуне намаз оқытам деп еді, о, мені деді да, мына кісінікі круто да, бітті да, тренд. Сөйтті да, соныменен кетті көпшілігі. Ең қызық жері, соны насихаттаған алғашқы келген адамдар Құранды басқаны қанша сыйлағанменен кейбір ғалымдарымыздың бізге салған құнды нәрселерімізді тілмен қылды, жоқ қылды. Солардың біреуі ұстаз айтады екен, сенің әрбір оқығаныңды періште аузыңа алып келеді деп. Сөйтсе айтады дейді, ұстаз, дәлел жоқ қой, хадисте жоқ. Қай хадисте айтқан, маған Бұхариде айтылған ба, Сахи Муслимде келмеген ғой. Дәлел жоқ қой, дәлел жоқ болғаннан кейін не? Абу Ханифаға 3-ақ хадис келген. Абу Ханифа хадистен жаңылып қалған, оны айтпай қалған сөздері көп. Ана жерде пәленше түгенше одан көріп прямо Құранның өзіне қарай ере берсей, прямо сүннеттің өзіне қарай осындай бір модный сөздер әлі де айтатын адамдар бар енді. Құдай рахмет қылсын ол кісілер. Баршамызға хидаят берсін. Бірақ осындай адасудың кезінен әлгі кісі масаттанады ғой, сөйтіп ұстазына өз әңгіме айтып кетеді. Дәлелің жоқ қой, дәлелің жоқ қой дегеннен кейін ол кісінің бар білімі сол, дәлел айтамайды, бірақ дәлелді бүгін біз оқып отырмыз. Дәлел мынау аяттарда тұр. Біз егер қалағанда саған уахи қылған нәрсені алып қоятын едік деп тұр. Түсінесіз ба? Құдай берген, Құдай ала алады да. Сонда әлгі жігіт, қари жігіт, бір жерге отырған кезінде Фатиха сүресін оқи алмаған. Фатиха сүресін оқи алмаған. Бір жерге барған, қареке, оқып жіберіңізші деген. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахим. Енді? Жоқ, қазір айтамын. Тағы да бисмиллахир рахим. Не енді? Жоқ дейді. Миым мақта сияқты дейді. Тап-таза да. Фатиха сүресін сіз қанша рет оқисыз күніге? Намазда орасан зор оқып тастаймыз ғой. Ұмыту мүмкін емес деп ойлаймыз, мүмкін емес деп ойлаймыз. Бірақ қателеспеңіз. Бұның нығметтілігі сонша. Сол Фатиханы оқи алмаған. Жылап ұстазына келген ғой. Жылап келген. Кешіріңіз деп. Құдай менің басыма салды осыны деп. Құрметті бауырлар, сіз намаздағы оқып атқан дұғаларыңыз, сүрелеріңіз, бұл сұмдық керемет нығмет қой. Бұл нығметті көп адамдарға бермеген. Үлкен нығмет. Сол үшін айтады Алла Тағала. Құл, ей Мұхаммед, айт дейді. لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Осы Құранға ұқсап, адамдар менен жынның барлығы жиналып алып келем десе, لا يأتون بمثله, оған ұқсайтын еш нәрсе алып келе алмайды. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Олар тіпті бір-біріне жәрдем берсе де, әрқайсысы жеке-жеке болса да, бәрі жиналып бір жерден ойлап табамыз десе де, Құранға ұқсайтын еш нәрсе әкеле алмайды.